Ал барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Көңіл күй өте керемет, себебі мама Индиядан жаңа жылға келді. Сосын кеше корпоратив басқардым. Өмірімде бірінші дебют өте мощный болды. Кәдімгідей шайқа жібердік. Бір но бар, ол техникалық ақаулар. Ондай болып тұрады. Но мен жамалы опыт жинап алдым. Егер де тойларыңыз болатын болса, хабарласыңыздар. Үйреніп алдым, мойындамаңыздар. Кейбір адамдар кеше не болды дейтіндей вечер болды ғой. Жарасат барлығы корпоратив болғасын. Короче, келіншегіміз екеуміз киноға баратырық та. И Әсемге мен бір обещанием бар. Осы жылдың соңына дейін ешқайда бармаймын, ешқандай баняға бармаймын. Сосын сенсіз ешқайда шықпаймын. Да? Я, 2 күн ба? Я 2 күн қалды ғой. Сен қандай жылдың соңына дейін обещание бересің? Звондай бермеймін, қайта айтамын. Мазаңды алмаймын, ақша сұрамаймын. Қалаған жеріңе 2 күнде барып аласың сен бірақ. Ет дейді. Ет сататын жерге келіп отыр. Өзімде ет сататын жер ашамау. Әділ ет. Мама уже спорласып отыр. Сиырды көрсетейін ба? Мама сен сиырдың етін жейсің ба не? 2 жыл Индияда болғаннан кейін. Қашан білесің? Бағалар, короче, 3250 сиырдың еті. Жылқының еті 2800-ден баға сондайдан болып отыр. Қантықасы бар, жақсы. Халық тамасында сүресі бар. Ойбай, қаз деген қандай бар? Сан ет. Жайын сен? Жал. Сол асатынан да един топата ішті. Омыртқасы. Көсі. Сосын мына жерде мынада ішегімен қартасы бар, қаз айналдыратын. Мынағандай не кәдімгі қаз не? Сосын кішкентай не? Қуырдақ. Қуырдақ. Ішегін қарап ана натуральный жақсы болады, іште мандай пленкадан көрі. Ішегі. Примерно қанша килограмм болады? Бұл килограмм. 20. Қымбат, е? Істейміз, ауылға қайтамыз ба?